Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен краб таяқшаларынан жасалатын өте дәмді, өте жеңіл салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті 2 алма, қияр, жүгері, краб таяқшасы және алдын ала қайнатылған жұмыртқамыз қажет. Менің қиярым үлкен болғандықтан осылай бір қиярды пайдаландым. Қиярымызды жіңішкелеп турап, ұзынша бөліктерге бөліп, барлығын турап аламыз. Енді алмамыздың ортасын тазалап, алмамызды да жіңішке қылып турап аламыз. Бұл салат өте оңай, өте қолжетімді азық-түліктен жасалады. Және қонақтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Көп қонақ шақырған жағдайда көлемін көбейтіп жасауға болады. Енді жұмыртқамызды да ұзынша етіп турап, краб таяқшаларымен қосып турап, барлығын ыдысымызға саламыз. Соңында жүгері мен майонезімізді қосып, салатымызды жақсылап араластыратын боламыз. Біздің салатымызға тұз салудың қажеті жоқ, өйткені құрамындағы қоспалар араласқан уақытта өзінде ерекше дәм беретін болады. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Менің шыққан жаңа видеоларымды бірінші болып көретін боласыз. Енді дайын салатымызды ыдысымызға салып, қалған қияр мен жүгеріні жиегіне салып, әдемілеп, әсемдеп дастарханымызға ұсынатын боламыз. Сіздер де өз қалауларыңызша әдемілеуге болады. Біздің оңай әрі жеңіл салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.